Мінекей балалар, біз жаңа үйімізге келдік. Мен сендерге аралында айтқанмын. Сендерге то, что жаңа үйге көшеміз деп, квартирада пока что уақытша тұрамыз деп. Енді бұл біздің толық үйіміз болады. Ал енді қош келдіңдер, сендерге үйімді көрсетіп жіберейін тез сендерге, ма? Жарайды, анашым. Өте үлкен 2 этажды үй деп айтқансыз, сондай болып шықты. Иә, қыздар, сендерге арнайы дайындадық. Әне, кіріңдер. Оң аяқтап кіріңдер. Маған өте қызықты, үйіміз өте үлкен екен. Иә, бұл кәдімгі өздерің білесіңдер, кәдімгі келіп шығатын бөлме. Әрі қарай жүрейік. Қыздар, сендерге айтқым келетіні, мен 2 қызметші жалдым пока что. Жаңағы аулада тұрған ол біздің охраннигіміз. Енді үйді охран етіп тұру керек қой, сендерді де охран етіп тұрады. Ол сенімді адам. Ал тағы да бір қызметші, ол бізде тамақ істейді. Мен сендерге алдында айтқан қызметші, ол сендерге ұнамағаннан кейін мен ауыстырдым. Бұл жолы басқа қызметші болады. Жарайды, анашым, жақсы, рахмет. Потому что ұнаған жоқ ол маған. Жарайды, оны да көре жатармыз. Жүріңдер. Ал бұл бөлме, мен сендерге айтқым келетіні, бұл кәдімгі обычный гостиный бөлме. Мінекей осындай бөлме, дивандар, телевизор. Ал бұл бөлме дегенде мына жер, сендерге арнайы ойынға арналған. Ал мынау сендер қарындарың ашқан кезде осыны алып жей бересіңдер. Өте қызық ойын ғой, любимый ойыным, анашым, рахмет. Жарайды. Ал енді келесі бөлме, ол ванна. Бәрі бар, душ деген сияқты. Тағы да бөлмелер бар, жүріңдер. Бұл бөлме сендердің бөлмелерің болады. Міне арнайы розовый стеллер жасадым. Сендер бөлек бөлмеге тұрғалы ерте, сендер әлі кішкентайсыңдар. Сендерге пока что бірге тұру керек деп ойладым. Жарайды, анашым, тұра берем ғой, әпкем ғой. То есть сіңлім ғой. Ал енді 2-ші этажды көрсетейін сендерге. Жүріңдер. Так, 2-ші этажға келдік. Мына жер бассейн. Пока что бұл жерде әлі ештеңе жоқ. Кейін жаз келгенде жасаймыз. Ал мына жер кухня, бөлме. То есть жаңа айтқан қызметші осы. Танысып алыңдар. Сәлемдеспе. Жарайды, бұл қызметші, бұл тамақ істейді. Пока что үй жинауға тағы да бір қызметші керек. Бұл бөлме біздің тамақ ішетін бөлмеміз. Мына бөлме пока что қызметшінің бөлмесі. Енді қызметшілер бір бөлмеде тұру керек қой, бізбен бірге тұрады ол кейін. Ал мына болса біздің бөлмеміз. Жақсы, әдемі екен, анашым. Енді сендерге бәрін көрсетім. Қазір қызметшілер саған киімдерлеріңді, жаңағы заттарыңды қайтадан алып келеді. Сендер оған шейін оларды орналастырасыңдар. Жарайды, анашым. Жарайды, анашым. Міне заттарымызды әкелдік. Енді орнына қояйық. Так, мына киім кімдікі болады? Бізге анамыз жаңа киім тарап келді. Ал біздің размерлеріміз бірдей. Мына киім маған ұнап тұр, менікі болады. Мына сенікі. Неге өзіңе жақсы әдемі киімдерді аласыңдар, маған онша емес киім бересің? Енді мен сенен қырында демін ғой. Ой, олай айтпасайшы. Жарайды. Мынау киім менікі болады. Жарайды, сенікі бола берсінші. Вау, қандай менікі емес пе? Бұны да не қойсақ? Мына ойыншық төсегімізде тұрсын. Болды. Қандай әдемі жаңа киімдер алып келді анамыз. Иә, енді сен әдемісін өзіңе алып аласың, маған онша еместерін бересің. Енді бола берсінші. Жарайды. Енді жаңа жылға бөлмелерді сәндейтін уақыт келген сияқты.
Бүгін уже 23 декабрь емес пе? Иә, онда анамызға айтайық, бөлмені сәндейік. Давай онда достарымызды шақырайық. Достарымызбен бірге бәріміз сәндейміз. Вау, бұл керемет идея. Жарайды, мен ғой енді. Анашым, біз достарымызды шақырып, өзіміздің бөлмелерімізді сәндейікші жаңа жылға. Иә, керемет идея екен. Шақыра беріңдер, мен қарсы емеспін. Тек жақсы достарды шақырыңдар. Жарайды, анашым. Осы ғой, иә? Иә, осы ғой. Ол мен достарым келді. Дүние кіріңдер үйге. Қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Біз де жақсымыз. Біз сендер шақырған себебіміз, біз жаңа жылға үйімізді сәндейміз. Сол үшін жүріңдер біздің бөлмемізге. Өте қызық, маған ұнайды жаңа жылға бөлмені сәндеген. Иә, қызық сияқты болады. Өте керемет сәндедік. Иә, уже кеш болып кетіпті ғой, бірақ өте күшті шықты деп ойлаймын менде. Қыздар, біз ең главныйды ұмытып кетіппіз ғой. Әлі кішкентай елочка қою керек. Мұны мына жерге қояйық. Елочканы да сәндеу керек. Вау, өте керемет болып шықты. Иә, келісем, өте керемет. Өте әдемі болып тұр комнатамыз. Ал қыздар, бөлмені сәндеп болдық. Енді мына жақтан қалағандарыңды алып жей беріңдер. Мен болсам мына жерден мынандай жегім келіп тұр. Ал барлықтарымыз сандадық, енді бәріміз тамақтан алып алайық. Кеш болып кетті. Қазір сендер кешіксеңдер, ата-аналарың ұрысатын болады. Сол үшін сендер қазір үйлеріңе қайта беріңдер, а то кейін ұрысатын болады. Иә, мен анам уже қайтыңдар деп жатыр. Иә, мен де қайтуым керек. Иә, уже кеш болып кетті, сол үшін мен де кетем. Жарайды қыздар, сау болыңдар, келгендеріңе рахмет. Біздің бөлмемізді сәндеп алдық, сол үшін сіздерге рахмет. Қысқасы жоқ, өте қызықты болды. Иә. Қыздар, давайте. Пока всем. Ой, күшті болды, білмеймін. Ата-анамыз ертең пижама алып беретін шығар. Бүгін бір түн ғана осы киіммен жата тұрамыз. Иә, қайырлы түн саған. Қайырлы түн. Қыздар, қане тұрыңдар. Анашым, не болды? Қайырлы түн, анашым. Қайырлы түн сендерге, қыздар. Қыздар, қане тез киімдеріңді киіп, шайларын ішіп келіңдер. Мен жаңадан магазин ашайын деп жатырмын, сол үшін сендерге көрсетуім керек. О, анашым, неге айтпадыңыз? Құтты болсын, анашым. Рахмет, қызым. Құтты болсын, анашым. Құттықтаймын. Рахмет, қызым. Енді тез киімдеріңді киіп, шайларын ішіп, тез келіңдер. Сендерді мен өзім машинамен алып келетін шығармын. Жарайды, оны тез киініп, жуынып келейін. Аружан, болдың ба? Иә, болдым. Маска тақсайшы. Жоқ, мен маска тақпаймын. Менің әдемілігімді бәрі көрсін. Не қыламын? Тұр, әдемі бетімді жауып. Сен де қатырасың, ол сенің денсаулығың үшін ғой. Ой, қойшы, болды, жүр. Жарайды, жүр. Так, дайын болсыңдар, жүріңдер. Дайынбыз. Қане жүріңдер, қыздар. Вау, анашым, бұл не? Мен сендерге айттым ғой, магазин ашам деп. Және де мен пока что не сататынымды білмеймін. Сол үшін ойлану керек, сендерден кеңес сұрайын деген ғой. Бұл жерде киімдер сатуға болады, анашым. Одан басқа киімдер уже көп қой. Жарайды, одан басқа көп идеялар бар, мен сізге айтып бере аламын. Қане айта ғой. Жарайды, қызым, өте керемет идеялар айттың. Енді мен солардың біреуін таңдап көремін. Негізінде керемет идеялар шынымен. Жарайды, қыздар, ақыры келдік. Одан да құр қайтпай, бір нәрсе жолдан жеп қайтайық, және үйге қайтайық, сосын жарай ма, қыздар? Жарайды, анашым.